Ayında armısыздар, мынау ертіс баян Павлодар өңірінен сіздерге бір дұғай сәлем. Енді міне бүгін бас қосып жатырмыз. Осы бас қосуға себепкер болған, басы Алатаудың ақбасындай жарқыраған етек гүлдеп көркейген мына Қазым ағамызға және бас ақбасы жарқыраған етек гүлдеп көктеп тұрған жаңағы Мәден Жанымханұлы ағамызға, осыны ұйымдастырған Қазыбек ағамызға, мына Патик одан қалғанда Жетісудың жігіттеріне мыңда бір рахмет. Мынау тарихи сәт қадірлі ағайындар білсеңіздер. Бұл тарихи сәт міне барлық түреліктер төңіректің төрт бұрышынан Атырау мен Алтайдың арасын аттың аяғымен тоздырып жүрген жерді машинаның дөңгелегімен жеткізіп осындай бас қосуға ие болып отырмыз. Бұл расында тарихи сәт. Кешегі біздің дүниеден көшіп келген қадірлі ағайындарымызды айтар болсақ, кешегі Мауыздың айтқандай өткенді ұмытпау болашақтың ұстазы дейді. Сонау Көкшенің жерінде Бурабайдың белінде жатқан жаңағы Қабай Шыңшайұлы ағамыз, сол Барқытбелде жатқан жаңағы Қалымхан Байдоллаұлы ағамыз, Барқытбелде жатқан Бердібек Байдоллаұлы ағамыз, кешегі дүниеден өткен Әкірамбек Әбенұлы ағамыз, одан бері қарай айтатын болсақ, міне Астананың іргесінде жатқан Ырысқан Құмарханұлы ағамыз, Қояндыда жатқан Талғат ағамыз, одан бері қарай айта беретін болсақ, міне Шығыс Қазақстанда асылдың сынығы көменің көзі қиқымы асыл ағамыз Әлбек Мәмедұлы, Мұнтайбай ағамыз, мына одан былай қарай айтатын болсақ, ана Ақжарда жатқан Құрманбай Мұханұлы ағамыз, Далайқан Тіркешбайұлы әжеміз, Өмірұзақ ағамыз, Шәмей Орынбайұлы ағамыз, енді ана шыға берістен айтатын болсақ, жаңағы Шарқымар ағамыз, Қайша апамыз асылдың сынығы, Жарланбек Шарқымарұлы ағамыз, ал Жетісу жеріне келетін болсақ, кешегі Алтайбай ағамыз, Ханшай апамыз, Дәлел ағамыз, сол кісінің жолдасы Байғұрман ағамыз, Қизат ағамыз өмірден өткен. Осы кісілер кешегі көштің бұйдасын бастап, осы жерге ұрпақ үшін келді. Сол ұрпақтарын осы қазақтың топырағына жеткізді. Жатқан жерлері жарық, қабырларын Құранның нұрымен нұрландырсын. Біздің осы ортамызда отырса, олар тақиямызға тар келер ме еді сол асылдың сырықтары? Әрине тар келмес еді. Көзіміз қуанып, жүрегіміз марқайыр еді. Бірақ Алланың сызығына адамдың шек қоятын ешқандай несі жоқ. Бәріміз мықтылығымыздан жер бетінде тірі жүргеніміз жоқ. Осы отырған ақсақалдардың бәрі жер бетінде мықтылығынан жүрген жоқ. Алланың берген ғұмырын сүріп жатыр. Қазақтың еліне, қазақтың жеріне, ұрпағымның осы табан тигізіп кетейін деп осы қазақтың жеріне келді. Жетісудың жеріне келіп бүгін міне мынау Текелі деген жерге келіп отырған екінші рет. Текелі деген менің туып өскен мекенім Терсайыр сықылды жер екен. Кешеден бері қарап отырсақ, енді біздің Өралтайда басып келген, Өралтайда жүріп келдік қой, талай жерді көріп келдік. Енді осында су төңіректен келіп баршамызда міне төрт көзіміз түгел, басымыз аман бас қосқанымызға мыңда бір шүкірлік десек болады. Сол жаңа қайтқан ағаларымыздың ұрпақтары барлығы осы енді шамамыз жетіп, Қазым ағамыздың дауысы топтан шыққаннан кейін осы үлкен кісілерді жеткізуге ниеттендік. Барлық ағайындар бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып осы жерге жиналсақ, өте нұр үстіне нұр болады еді. Қадірлі ағайын, мұны бірінші рет, 25 жылда бірінші рет болып жатыр, білсеңіздер. Талай осы жерге келген, талай Құлжадан да келіп жатыр, Тарбағатайдан да келіп жатыр, талай жерде келген адамдардың бас қосуын көріп жүрміз ағайындар. Жасымыз кішкене болса да. Жаңағы қайтқан ағаларымыздың 90%-ның жаназасында болып күн өз басым. Осы Жетісудағы ағайындардың ғана жаназасында болмады. Мен Алла кешсін, жердің шалғайлығынан жұмыстың әрбір тірлікті сананың тұрмыс билеген жағдайлар болып келмей қалған неміз болды. Осында отырған ағайындардың бәрі мені көреді, біледі. Содан кейін айтып жатыр көзім көргеннен кейін. Енді осы бас қосуда бір жағадан үлкен адамдар, үлкен Қазымдай үлкен ақсақал. Қазым деген адам дүниеде өте өзін қатты сыйлайтын, жақсы көретін адам. Мына Қаділбек те керемет кісі. Міне осыларды ұйымдастырып жатқан. Жас болса да мына Патиктарды міне Алатау мен Арқаның ортасында той жүргізіп талай нәрсенің тізгінін ұстап жүр ғой. Сондықтан осыларға құрмет қылып, осыларды сыйлап келіп жатқан енді. Жаңа айтып кеткен міне кеше ғана жамбасы жерге тиген жаңа Оқтаубай ағамыздың қызы бар Астанада. Міне сол кісілердің жатқан жері жарық болсын енді. Тарбағатайдан айтатын болсақ, Қонай ағамыздың жолдасы Әспен апамыз бар. Бәрін көзіміз көріп батасын алғанбыз. Кеше ғана мен анау Мұхтар ағамыз бар, мына Жетісуда, Бәңке Мұхтар ағамызды міне атын аталмай жатқан. Астанаға барып келдім мен, Көкшетауға намазға барғам. Сонда 81 жастағы өз туғаннан өзім жүзін көрмеген міне Мұратхан ағамыздың жолдасына барып амандасып батасын алып, орамалымен шекемді сүртіп келдім. Баталы құл арымас,
батасыз құл жарымас дейді. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли дейді. Осында келіп отырған. Енді осында топқа жиналған барша қауым, енді менің тілейтін жалғыз тілегім аман келіп, аман қайтайық. Алыс жерде жол жүріп келдік бәріміз. Өз кімнің қайда болатынын бір Алла біледі. Біреудің ажалы судан, біреудің ажалы оттан. Жаңа Майдан Жанымханұлы өте бір керемет сөз айтты ғой. Алдымызда төр, артымызда көр дейді. Рас, ғажайып, мен бірінші рет естіп жатқан сөз. Сақтан қалған салтымызды, құмдан қалған құрбымызды жаңартып, үстіп басымызды қосып жүрген торғайдай тозып, сайда санымыз, құмда ізіміз қалмаса не болар еді? Қайта мына көшпенді, мәдениетті көшпенді заманда осындай торқалы тойда бас қосып отырғанға мыңда бір шүкір. Басымыз аман, деніміз сау. Өлгендерімізге иман берсін, тірілерімізге береке берсін. Қадірлі ағайындар, үлкендер айтқанда кішілер тыңдайық. Үлкеннің сөзін тыңдайық. Үлкендер біліп айтады, білмей айтпайды. Сондықтан құрмет қылайық. Алыстағымыз болайық, жақындағымыз болайық, баламыз болайық, шам болайық. Құрмет қылып, жиналған жерге келейік. Шамамыз жеткенше. Соған тырысайық болмаса. Болмаса соған жетуге ниет қылайық. Ниеттер қабыл болады, дұғалар қабыл болады. Әлі марқұм Жарықтық Әлібек Мәмәдіұлы көп айтушы еді. Жолға шыққанда ниет қыл, ниетті дұғалар, тілектер қабыл болады. Мүсәпір жолға шыққан адамның бәрі деп. Сол сықылды баршамызға Алланың нұры жаусын, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Қандай керемет болды. Арқа жақты болып, дүренің қалқы қандай еді. Өрелтайдың қалқы сол. Кешегі аттың тұяғымен, Ағынайзаның күшімен, Ақбілектің күшімен жүрген атақты батырдың ұрпақтары. Кешегі Зұлхан, кешегі Оспанның, кешегі Халелдің, кешегі сода. Біздің Өрелтайда ешқандай бір жасқанатын, жасыратын тарихымыз жоқ. Таза батырлардың, таза мықтылардың, таза рухы биік қазақтардың жерінен келгенбіз. Ертістің суын ішкен, сол ертістің бойында туғанмын. Сол ертістің бойымен ағып бар Павлодардың бойында мекендеп жатырмын. Енді артық айтсам айып етпеңіздер, ұйымдастырушыларға мыңда бір алғыс, келген кісілерге 100 алғыс. Баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Рахмет. Ел байларымен, түйетайларымен көрікті дейді. Осындай енелеріміз тұрғанда елім дейтін қашанда ерлеріміз аман болса, ел аман, жұрт тыныш болатынына біз сенімдіміз. Қауым енді қазір осы арада үзіліс жасағаннан кейін 1 сағат уақыт ерікті демалыс. Суретке түсуге, бас аяқты көруге, жүруге болады, бірақ абайлап жүріңіздер. Абайлап жүріңіздер. 1 сағат үзіліс жасаймыз, сол 1 сағаттан кейін тағы да осы жерде табылып, үлкен ас бар, сол үлкен астан ауыз тиіп тағы да айтатын ақ тілектер болса, ән жыр болса, өлең той болса, арғай жалғастыра беруге болады. Сондықтан да содан кейін арғай кешкі уақытты тағы да ақылдаса жатамыз. Әлемізде сау бүтін түгел жүрген жоқсыздар. Сонда келіп көп ет көрмегеннен кейін бәрілеріңізге елік көңіл айтамын. Пендеріңіз сау, күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз аман, бақытты берекелі болыңыздар. Бұдан кейін шаңырақта бір кезуге Алла нәсіп етсін. Рахмет апа. Түгел жүрмейміз, түгел қалмаймыз. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Сондықтан да әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дейді. Сондықтан да бір-біріміздің көзайымыз болып, бір-біріміздің қашанда көп тілеуіміз тілеп жүре беруді Алла нәсіп етсін. Тамақтандырған, жайылмаған, сағымызды сауырған, және мұсылмандардан еттің Аллаға рахмет. Алланың рахметі осы тұрған барлықтарыңызға, осы тамақты жасаушыларға, ішін жеушілерге, барлықтарына Алланың рахметі болсын. Әуел Алла оңдасын, оң жолына бастасын. Көпілігіміз сай көріп, ешбір жамандық болмасын. Денелеріңізге саулық берсін, бастарыңызға амандық берсін. Береке бірлік ынтымақ берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аллаху әкбар. Амин. Аллаху әкбар. Айтқанды toylаған осы тойда ән салып ойна да күл, ойна да күл.
Aldımdan atkan tangday jarq etibim kolumda jetkizerdey köktü kunge ayolak mangaylım akıldı baltandayılım jadıra jaz gölündey uyalma can sevlimdi İgilekten çok sevlim ertegeşi Cadıraşı nazdaşı erkeleşi Sen degen ıslık sözün artık edi özüne İştey meni tartıp edi Siz degen salkın sözden korkamın koy sen de
көңіл қайта шалқыр еді аяулы ақ маңдайлым ақылды балтаңдайлым аяулы жас күніңде күніңде жан сәулемде игіліктің жоқ сәулем ерте кеші жадырашы наздаршы еркелеші игіліктің ей жоқ сәулем ерте кеші жадырашы наздаршы еркелеші. Түреден келген барлық ауылдастар, көршілер, бауырластар келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Әрқашан осындай тойда, қуанышта аман есен жүздесіп тұрайық. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, бәрі жақсылық болсын. Енді мына кәр дауысыммен бір естелік болсын енді. Мен бір еді Алматының жағасы естіп бекен ай Алатаудың самалы естіп бекен ай Жұртым тапқа бабамның жұрақатым ай Аңсаттырдың аяулым бестік мекен ай Бақыт берген, нұр берген, күлімдеген, күн берген Алатаудың бауырай, ағажанның ауылай Өздеріңді сағындым, сөздеріңді сағындым Сырласып бір сыйласқан кездеріңді сағындым Сағындым, сағындым, сағындым Алматының батысы қас келеді ойлағанда көзіме жас келеді ай ырғайым бегіш қоңыр жамбыл сарыарқа ата бабам не деген қастерледің ай бақыт берген, нұр берген, күлімдеген, күн берген Алатаудың бауырай, ағажанның ауылай Өздеріңді сағындым, сөздеріңді сағындым Сыйласып бір сырласқан кездеріңді сағындым Сағындым, сағындым, сағындым Түркістан талды қорғаны Елі қатырау көкше ордамай Ханым бірге болғанам болғамен тәнім бөлек ай Бота көңіл сұрада тұрмас боздабай Бақыт берген, нұр берген, күлім деген, күн берген Алатаудың бауырай, ағажанның ауылай Өздеріңді сағындым, сөздеріңді сағындым Сырласып бір сыйласқан кездеріңді сағындым Сағындым, сағындым, сағындым Сағындым, сағындым, сағындым Бәрекелді. Алланың артықпақ жоқ алғысынан адамзат жәрдем тілер жан қысылған Құдай бір Құраны рас пайғамбар хақ қозғасаң әлмисақтың арғысынан періште пейіліңе ылаң салып лағнет сайтан болар жарғы ұшырған Ібліс сайтан малғын тозақтығы Құдайдың қаһарланған қарғысынан өтесең бес парызды жәннаттықсың деп Алла жүрекке иман нәрді сұнған Ла илаха илалла деп иман келтір қоштаспай тұрғаныңда жан құсыңнан Мұхаммад Расулалла мұсылмандық белгің ол Құранды Алла заңды сұнған Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракаты жиылған бар мұсылман
Ал бәрекелді, сәлем түзелмей, әлем түзелмейді. Пайғамбардың сәлемін беріп алдық. Баршаға қазақ елі сәлем бердім. Мұсылман екенімді дәлелдермін. Аузымнан шыққан күллі мақтау сөздер. Рәбісіне тән жалғыз. Әлемдердің Рәбісі жалғыз Алла. Тойларда шабыт келсе қан қызарма. Құдай құлы Мұхаммед үмбеттерін тек қана тура жолға салғыз Алла. Осындағы аталар мен апаларды бұйыртып қажылыққа барғыз Алла. Әлемнің бар қазағы көшіп ата жұрттың төріне қонғыз Алла. Қазақ дейтін қаймана әз халқымды бір-біріне жанашыр болғыз Алла. Елім деген ұлдар мен қыздарыңның маңдайдағы жұлдызын жанғыз Алла. Екі дүниеде жарқып жүзімізді, кәмілет иманымызды жалғыз Алла. Ал бәрекелді, алдыңда сөз сөйлейін ағдайлап, аман ба қалың қазақ ауыл аймақ. Алқагүл ақтабан мен сұламада сабалар жауға шапқан абылайлап. Қазақтың тойларында жүрсекен деп, сыйлады Алла таңдайға тарыдай бақ. Қазақстанға ұрпақ деп көшіп келдік, Қарағазан сарбала қамын ойлап. Осы көктудың астында көгеріп көктеп көбейе беріңіздер ардақты ағайын. Мынау Ағажай Алтайдың ақпейіл халқы алдарыңызда сайрандап сөйлеп тұрған қай жігіт десеңіздер, өзімді қысқа бір таныстырып жіберейін. Бір Алла халқым сенсің сүйенерім, Бәйдібектей бабамның сүйегедім. Біреу ұлдан туады, біреу қыздан. Албан, Суан, Дулаттың жиен едім. Бабам Найман, ер шағыр, анам Қызай. Қолдай бір я жаратқан жалғыз Құдай. Қазақтың тойларында асаба боп, өлең жырәнмен сөзден берем шырай. Бір Алла халқым сенсің жанашырым, өлеңім бойымдағы бар асылым. Ұруға, жерге, жікке бөлінбейтін мен Матай бар қазақтың баласымын. Ал бәрекелді, ендеше орталарыңызда мынау атам қазақ айтқанда тегін айтпаған ер жігіттің үш жұрты болады дейді. Мен осы кең қолтық керей еліне күйеу боламын. Біз кең қолтық кең пейіл кең керейміз. Бір арбаның астында дөңгелейміз. Қарға тамыр қазақтың бәрі бауыр. Сен анау, сен мынау деп бөлмедейміз. Өйткені біз кең қолтық кең керейміз деп жырлаған екен. Ендеше мен осы 12 бақ керейдің ішіндегі Жәнтекей Сегелден қыз алып отырмын. Қайын жұртым Монғолияның керейі. Мейлі керей Қытайда болсын, Монғолияда болсын, Айшарында болсын, бәрібір керей, бәрібір қазаққа айналайын. Сондықтан ер жігіттің үш жұрты болады. Қайын жұрттың басқосу тойы құтты болсын. Мына Фатих досыма риза болып боламын. Мына ер жігіттің үш жұрты болады дегенде Досбол шешенен сұрапты. Әй, сол үш жұрт қандай болады дегенде айтты дейді Досбол шешен. Нағаш жұрт сыншыл болады депті. Тайында тұлпар танығандай, мынау тұлпар болады десе, әй, осы жиенім әкім болады, я ақын, я батыр болады деп, сынайтын нағаш жұрт сыншыл болады екен. Ал енді мына ағайын жұрт күншіл болады екен. Бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды. Бұл ағайын жұртты күншіл деп. Ал енді қайын жұрт қандай дегенде, қайын жұрт меншіл болады екен. Әй, күйеу бала қандай өзі, біздің қызды дұрыс қарап жүрме, жиендер қалай деген сияқты. Жалпы енді үш жұртымыздың бәрі аман болсын. Мына Фатихтай азаматқа ризамын. Осы ата жұртқа келгелі, осы біздің қандастардың ішінде тұңғыш рет мәдениет қайраткері атағын алған осы Фатих ақынұлы. Және осы біздің Жетісуға ерекше еңбек сіңіріп, айтыс мектебін ашып, қаншама айтыс ақындарын тәрбиелеп шыққан, жыр додасында керемет жыр жазған, өзі жыршы, жырау, айтыскер ақын, сегіз қырлы бір сырлы, осы дүреден осылай ұлтуған Фатих ұлдарыңызға бір қошеметтеп қояйыншы. Ал бәрекелді, енді алдағы астан алып отырыңыздар. Біздің қазақ астау ет жейді, екі қойы екі асқанға жетпейді. Бабалардан қалған дәстүр мұра ғой, бәрін әкеп дастарханға төктейді деп. Ендеше мен сіздерге қолыма домбырамды алып бір ән сап беруге рұқсат етіңіздер ағайын. Кәрісің келіп кенді алды, Қытайың келіп жерді алды. Ей, айналайын аз қазақ, алынбаған нең қалды. Алынбаған Алла берген ақыл парасат ойын қалды. Жылқымен өріс толған жылқы сиыр қойын қалды. Ешкімге ұқсамайтын ұлыды бір тойын қалды. Қазағым енді нең қалды. 2017 жыл жазылып, 2018 TikTokқа осы әлеуметтік желіге түскен әнім Қазағым енді нең қалды. Микрофонды кел бауырым. Сіздер астан алып отырыңыздар, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Білетін кісілер қосылып бірге айтайық. Айхайо арағын беріп
қаймағың қалды. Саяхат ашып байытамын деп қанаспен арап сайрамыңдалды. Саяхат ашып байытамын деп қанаспен арап сайрамыңдалды. Қуырмаш беріп еттерімді алды, шеңберемін деп шекпенімді алды. Отырақтастырам деп отырғызды да, қырдағы қыстау көктеуіңді алды. Отырақтастырам деп отырғызды да, қырдағы қыстау көктеуіңді алды. Қалаңды алды. Қос тілді оқытып қары қылам деп тілік бас қылып балаңды алды. Қазақ мектептің барлығын жауып тілік бас қылып балаңды алды. Қоржасын беріп жайлауыңды алды, орман мен тоғай қойнауыңды алды. Етек пен жеңін жиналмай жатыр, аңқауға азағым енді мен қалды. Етек пен жеңін жиналмай жатыр, аңқауға азағым енді мен қалды. Айқай-оу, Исламдай дініңді алды, қазақы таза діліңді алды. Өз майына өз етіңді қуырып, біріңе салып, біріңді алды. Өз майына өз етіңді қуырып, біріңе салып, біріңді алды. Елім деп туған есілдер енді, түйінді бірге шешіңдер енді. Естерің барда еліңді тауып, ата жұртыңа көшіңдер енді. Естерің барда еліңді тауып, отаныңа көшіңдер енді. Естерің барда еліңді тауып, Қазақстанға көшіңдер енді. Атамекен көшіңдер енді. Мекен ауысып кеткен ән екен иә. Жақсылықта бас қосып бірімізді аман есен қауышып амандасып қуанып жатырмыз енді.
осы жылдан жылға жетіп басымыз аман деніміз сау болып осы бас қосқанға жетіп тұрғанға алла нәсіп етсін. Elimiz amан жұртымыз тыныш болсын, бала-шағалар аман болсын. Осы бас қостырғының астын жылдан жылға қауышып алла нәсіп етсін. Elimiz amан жұртымыз тыныш болып аман болсын. Рахмет аға, айтқандарыңыз келсін. Ассалаумағалейкум. Бас қосқанға құрметті көпшілік. Сау сәлемет аман-есен келдіңіздер. Енді бұл бас қосу барлықтарыңызға түсінікті. 20 жылдан бері аңсаған арманымыз. 20 жылдан бері бас қосылмады, әсіресе соңғы 5 жылдан бері қарай әрттен бір бас қоссақ деп аңсап келдік. Бүгін мені аңсаған арманымызға жеттік. Бас қосып отырмыз, 20 жыл көппеген ағайынымызды, туысымызды, туыс-жаранымызды, құда-жырақтарымызды, жер қайын жұрттарымызды, балдыздарымызды түгел көріп мәресіне жатырмыз. Көпшілік рахмет жалпыларыңызға. Елдеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Енді жетісудың жерінде келген көріне бас қосып отырған жанды жалпыларыңыз бақытсыздар. Біз емес, жалпыларыңыз бақытсыздар. Алла тағала елдеріңізге саулық берсін, бастарыңыз амандық берсін. Қызыл көк туымыз аспанда желбірей берсін. Басқан айтамыз, ұрпақтарымызды мәдениетті, саналы, білімді, ғалымға, тәрбиелігі Алла тағала барымызға денсаулық берсін, күш қуат берсін. Барлығымызға сана берсін. Ұрпақтарымызды тәрбиелейік бастысы. Біз келгенде неге келдік? Осы ұрпақ үшін келдік. Сондықтан ұрпағымызды оқытып, тәрбиелеп, осы заманға, осы қоғамның дамуына жарыға ілестіруге тұрған нәрселерге ғалым етсек. Егер осы көбіміз осының қой жайбегін бағытта кетеміз. Қазір ұрпақтарымыз Құдайға шүкір Алланың қуатында ата-анамыздың тәрбиелеуінде ұрпақтардың өзінің талпынысында жақсы жоғары орындарда көрініп жатыр. Сондықтан ұрпақ тәрбиелейік деп айтам, басқа айтарым жоқ. Аман сау болыңыздар. Алыстан келген туыстарға, достарға, жалпыларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар. Асықпай ішіп жеп, ойнап күліп тартынбай отырыңыздар. Оның мен қазақтар сөз бар. Томпақсыз той болмайды дейді. Тойдың кемшіліктері болуы мүмкін. Кемшіліктері. Егер кемшілік болып жатса айтыңыздар. Кейбір адамдарға тамақтардың бір нәрсесі ұнамай қалуы мүмкін. Сондықтан маған анау болып жүріп, соны жейін десеңіздер, шамалы келсінше жігіттер бар, қыздар бар. Балақтарымыз орындай. Демал батистisi болса демал жерлеріміз бар. Ойнайын барып беріп десеңіздер өзен бар. Тоғай бар, тау бар, тас бар. Суретке түсуге, ойлап тұруға барлығына болады. Жағдай бар, жаратылады. Сондықтан асықпай әңгімелесіп, кезінде пікір болған бір күн ешкімге жетпейді деген. Жетпейді деген пікір болған. Қазір енді қарасаңыздар, жарым күннің ішінде барлығымыз керек көрісіп, барымыз көңіліміздің сырымызды айтысып, барымыз жақсы көретін адамдармен санасып болып қалғандай болды. Ал енді жарты күн уақытымыз бар, жарты күннен астам. Сонда ел достарға қысқалығын жақсылап жақсылар әңгімелесіп, енді кешкі басымызға қарай дайындық көрсек, белімізді алсақ, осы бір күнде бізге жетіп қалады, ұсақ балдыз бүгінгі елерді. Рахмет көпшілікке. Рахмет айтарыңыз келсін. Айымды шығыстан бойынша қазіргі тамақтан кейін мұны тау жақ іштен айранып ойнап келеміз, көріп келеміз. Өзендердің адамдар болса, лайықты дәрежеде ойлап көріп, ал үлкен кісілер болса демалып жатар десек жатуға болатын болды. Осыдан қағайдамызда егер барамыз деген болса, осы тамақтан кейін ыңғайланып, тауға тамақ шығып, ішкені көріп, ресторанға түсіп, тамашалап келіңіздер. Bismillahirrahmanirrahim. Осы тойға келіп отырған көшін қауым 20 жылдан бері бастарымыз қосылып отырса, иншаллах мында Алланың қуаты саналы осындай бас қосуға нәсіп еткені. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер ме, амансыздар ма, отбасыларыңыз аман дендеріңіз сау ма? Сіздердің ішіңізде талай көрмегендеріңіз де бар, көргендеріңіз де бар. Biz Шығыс Қазақстанда тұрамыз, Өскемен облысы Жарма ауданынан келдік. Әлбек деген түсінген программ дейді. Танитындарыңыз да бар, танымайтындарыңыз да бар. Шалым қайтыс болғаннан кейін 15 жыл болды. Сол жақта тұрып жатырмыз, байлығы жақсы. Барлығына Аллаға разы. Алланың берген азғана денсаулығының арқасында. Көпшіліктің
қосу Аллам нәсіп етсін. Енді жетісу жер жанаты деп керемет екен, осындай керемет жерде де бас қосып тұруға Аллам нәсіп етсін. Барлықтарымызға амандық, денсаулық болсын. Жақсы өмірді жүздесіп отырайық. Қуанышымыз да, арқалайтын үмітіміз де ол ұрпақтарымыз деді. Өте жақсы сөз ағайын. Ал енді біздің ұрпақтар көшіп келгелі, осы елге қоныс тепкелі қандай жетістіктерге жетті, одан кейде хабардармыз, кейде бейхабарда жүрген жайымыз бар. Ендеше сол хабардар болатын бір жаңалықпен бөліскім келеді. Жаңа ғана арамызға келді, мынау Дүрей елінде абыройын көтеріп, қазақта енді қасиетіменен қадіріне жеткен, бабалардың жолын қуып, ержүректікпенен ерлік деген ұғымды бойына бойтұмардай сақтаған мынау Бейсаққан ақсақалдың немересі деп отыр. Нұрдан шақырайықшы. Арнайы осы спорт жарысында чемпион атаныпты. Бейсаққан ақсақалдың немересі Айбек Батырға қол соғып қояйық. Ережесі жекпе-жектің Қазақстандағы жастар арасындағы чемпионы. Бір емес, үш бірдей белдіктің иегері. Мінекей ардақты ағайын. Дүрей елінің түлегі деген қашанда атты ардақтап, қазақтай қасиетті елдің абыройын асқақтата бер дегім келеді. Бәрекелдегі көріндік пенде жатқан көпес ағайындар деймін. Үлкеннен баталайық. Ең бастысы мақсаты дүние жинайын деп келген жоқ. Дүниедей қасиетті елдің қадірлі ақсақалдарынан бата алайын деп арнайы келіпті бала. Таратқан ақсақалдан бата сұрайық онда. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Ciğerli bol, nərli bol, namuslu bol, arlı bol. Allah taqay qarlı bol, öz qurbanın aldı bol. Ақылыңмен әлді бол, өлеріңмен өрлі бол, атамыңмен төрлі бол. Жиреншедей кешен бол, ел баштайтын көсен бол. Өз ісіңе бекен бол, көпке дейер есен бол. Алымды бол, батыл бол, бір өзіңнің қататы бол. Әмин. Әмин. Жасы, талапқандай ағамыз бата берді, ақ батасы ағамыздың қабыл болсын ағайын. Міне айналайын, аталарың арнай көріндік жіберді. Ең басты мақсат, бұл жерде жаңада айттым ғой, дүние жинау емес, өйткені Бейсаққан ақсақалдың дән дәулеті деген Дүрей еліне танымалы. Кезінде көкәләлі көк жылқыны айдап салып, Талдыбұлақтан қымыз ағызған аты бар, сондай ақсақалымыздың бірі. Кезегін бере отырайық, мынау алыстан ат арытып, тон тоздырып, ауылдас ағайынды көрейін деп келіп отқан халықтың қарасы көп, солардың бірі. Анау Арқа жерінің арғы, майлы төсі, жер шоқтығы Көкшетаудан Нұрбеттей азаматымыз кеп отыр екен. Кезек берейік. Ассалаумағалейкум. Ақсақалды аталар, ақсамайлы аналар, ағалар, жеңгелер, қарындастар, бауырлар, құрметті ауылдастарым, ассалаумағалейкум сіздерге. Бүгінгі міне жер жанаты Жетісудың төрінде текелідей 35 сымбатты қалада бас қосып отырған барлық дүниеліксіздерге ассалаумағалейкум. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман, жанұяларыңызда әрқашан жақсылық болсын. Енді бұл жерде мен енді дүниеден шыққаны 89 жылдан бері ғана енді сырттамыз. Оқуда жүрдік, кейбір кісілер танымайды. Бұл қай жігіт, қай бала деуде мүмкін. Менің әкем атым Әнеп, Қамбақыстағында, Ағашқалада. Руымыз молқы, қазір енді осы Текелі қаласында тұрып өшеді, 10 жылдай осы Текеліде қоныстандық. Адамның басы Алланың добы деген сияқты Көкшетауға барғанда биыл 6 жыл, 7 жыл болып қойыпты. Қазақстанға келгелі 20 жыл болды. Менің жолдасым, өздеріңіз танисыздар, Дүре ауылдығындағы Ителі руынан шыққан Батыр бабамыздың міне Зұлқа Батыр атамыздың немересі Бақытгүл. Бұл кісі жаңа сіздер айтып жатырсыздар, енді осы қазақ еліне ұрпақ жетелеп 2005 жылы өз балаларымен бірге күйеу балаларын да ертіп осы Қазақстанға ұрпағымыз осы өссе, осы қазақ елінде өссінші деді. Бізде міне Аллаға шүкір өстік, өлдік,
осы сол кісілердің аруағына разымыз. Алла тағала сол кісілердің арманын орындап жатырмыз деп ойлаймыз. Ұрпағымыз өсті, Қазақстанның әр өлкесінде десек те болады, ұрпақтарымыз өсіп жатыр. Аллаға шүкір. Сіздерге тілейтінім, деніңіз сау болсын, осы басқосуға аман-есен келіп, аман-есен отбасыларыңызға оралуға тілектеспіз. Алла тағала әр күндеріңізді жақсылыққа жазсын. Осы басқосуымызды ұйымдастырып, бәріміздің басымызды қосып отырған ағаларға, бауырларға, қарындастарға, жеңгелерге көп-көп рахмет. Қандай керемет, алдымызға жаңа айтып жатсыздар, 25 жыл артымыз енді келіп жатырмыз деп, бізге де міне 20 жыл болды. Аллаға шүкір, басымызды көрмеген кісілерді, көрмеген енді кісілермен таныстық. Әкең өлсе де, әкеңді көрмеген емессің деген, сол кісілерді көріп отырмыз бүгін. Әкемізді көргендей. Аман болыңыздар, қартаймаңыздар, ауырмаңыздар, деніңіз сау болып, әрқашан осындай мерекелі қызықта кезге білейік. Бұрышынан шыққан біз апайымыз бар, Мағрифа деген, сол апайымыздың бір жазған өлеңі бар. Мен қазақпын деген. Мен қазақпын, Алтай деген жерденмін, рухы биік, намыс асқан елденмін, Құрманбек боп, жырдан таспа тілгенмін, Бердібек боп, сөз маржанын тергенмін. Мен қазақпын, қанас дейтін көлденмін, серік болып, сан доланы жеңгенмін. Әсем қан боп, тас бұлақтай сыңғырлап, сандуғаш боп, бір жарқ етіп сөнгенмін. Оспан болып, қара бұлттай теңгенмін, Сұлубай сері, Мұсадай Иса бергенмін. Ақыт болып, қар жолына ергенмін. Бүркітбай болып, мен қазақпын Анастай, мен қазақпын Алтай деген жерденмін, рухы биік намыс асқан елденмін, Құрманбек боп жырдан таспа тілгенмін, Бердібек боп сөз маржанын тергенмін. Қазақпын Анастайдың көлденмін, серік болып сандоданы жеңгенмін, әсем қан боп тас бұлақтай сыңғырлап, сандуғаш боп бір жарқ етіп сөнгенмін. Оспан болып қара бұлттай төнгенмін, Сұлубай сері Мұсадай Иса бергенмін, Мағаз болып маңғаз қарап нар жолға, Шәріп қан боп елге кеңес бергенмін. Ақыт болып қажы жолына сенгенмін, Өміртай боп берекеге келгенмін, Асқар болып ата баба мұрасын сақтаймын деп жанын қарға көмгенмін. Қыш болып сөздің төсін тескенмін, Бүркітбай болып етікпен су кешкенмін, және Бұлқадыс дәлел қандырдай, биігіне қарай өскенмін. Өстіп жүріп осы күнге жеткенмін, елім үшін жаным пида дескенмін, Өртүріктің бесігі боп тербелген, мен осылай Алтайда өскенмін. Өртүріктің бесігі боп тербелген, мен осылай Алтайда өскенмін. Бәрекелді. Жұбайы болған, қаламқас келініміз ортада тұр, бір өлең арқалап келген екен, сол өлеңін оқып берсін. Музыканың құлақ келе келгенше. Кел ағайын. Текелінің төріне 20 жылдық бас қосуға келіп жатқандарыңызға, әрбір қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Осындай әрбіріңіздің шаңырағыңыздан шаттық, үйлеріңізден береке кетпесін. Әрқашанда осындай ақтастықта бас қосуға тағы да келе беріңіздер Текенің төріне. Менің сіздерге арнайтын, ең алдымен сіздердің шаңырақтарыңызға келін болып келгендіктен баршаларыңызға еліп тұрып бір ақ сәлем салайын. Сіздерге арнайтын өлең өз-өзіңді жақсы көр. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал,
сондолардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көруді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр. Алдарыңнан шықсын десең жақсы кез, жақсы жанды жолықтырғың келсе, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Мейіріммен шуақ шашып маңайға, көмегіңді көрсете біл талайға. Мың арманнан аттап өту керексің бір арманға жету үшін. Қалайда? Елің үшін. Мейіріммен шуақ шашып талайға, көмегіңді көрсете біл талайға. Мың арманнан аттап өту керексің бір арманға жету үшін қалайда. Алдарыңнан шықса да қандайсың? Қыран болсаң биіктерден самғайсың. Кешіре сал, біреу сені ренжітсе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Тірлігіңе қарап тұрып таңдана, тіліндегі уын шашар сонда да. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын жан ғана. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар жақсысыңды жақсы дер. Ең бірінші жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Дананың серік болған өмірінде гүлдей ойнап жүрсе екен көңіліде, ағайын алдыға кеп өлең төккен дүрелі қолсыға еккеніңе. Бәрекелді. Ал Нұреке өлең Біз ауылдан шықтық. Мына Уақыт қажы атамыздың туған жері Қайырты жайлауына жазылған Тау ішінде ауылым. Ғұламалардың әнін салудың өзіне құлық жолды ұстанған атақты
Қизат елшілі Қизат ақсақалды бәріңіз білесіздер, Сарыбас елінің тумасы. Сол Қизат ақсақалдың немересі Жайдар деген азамат ортамызда. Санаттың ірісі, санатты бәріңіз білесіздер. Алты алаштың тойын басқарған ақын азаматымыз, шығармашылықпен айналысқан сол санаттың баптаған жүйрігі Жайдар ортамызда жүрген. Жайдарға кезек бермесе, онда ертең бізге Жайдар кезек бермеуі мүмкін. жатыр ғой. Фатихаға да өзі бір төбе ғой. Кезінде қасқадан төбе туып, қайында құнаннан, құнанда белі мықты, небір жуаннан озған азаматтың бір ардақты ағайын. Бүгін біздің алдымызда аға болып кереметтей сөз беріп жүр. Кейін біз де Фатих ағамызға ата деп тұрып микрофон ұсынатын кездерге жетей берейік деп тілейміз. Бәрекелді, ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Сардарлығы сақтан дарыған, арибасы жарыған, ұрпақтарын ұлы жолға бастаған, жақсылықты жақтаған, тұлымдысы тұрымдай жігітті кеткен, бұрымдысы бұғыдай қылықты өскен, тобықтай қыраны томардай түлкіге тіленген, торғын тобылғысында тоты түлеген, құзырлы мекендегі қошеметі көп халық, ассалаумағалейкум деп амандасыз деп білдіңіздер. Ардақты ағайын, той қуаныш құтты болсын, бүгінгі бас қосуларымыз құтты болсын. Бәрекелді, мынау енді берекелі көптен іздеме, бірлігі мол көптен ізде дейді екен дана бабаларымыз. Көп бар жерде ризық несібе бар, ниет бар жерде несібе бар, ағайындық бар жерде асар бар, асар бар жерде қазақ бар, ал қазақ бар жерде дүбірлі осындай той бар. Осындай береке бірліктен Алла тағала әрдайым айырмасын. Бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып, бүгін міне сіздердің орталарыңызға біз де ұйымдасып, уығын шаттанып, шаңырағын кеңесіп, керегесін көтерейік деп келіп жатқан жайымыз бар. Мынау енді орталарыңызға шыққаннан кейін бір тамаша ән орындағанды жөн көріп отырмын. Әрине домбыраны бері қарай бере сал бағдар. Мынау енді келемдер жаздал тайға келіскенен, ақ қанатары таза періштемен, шашың алуан алуан гүлдер қадап, тоғайдан жеміс жидек теріп берем. Келерсің Алтай жаққа жазда қарға, көніне аққу қаулап қаз құралған, айтамын аға жайды құстар керіп, тыңдайсың жанарыңнан мазда бар ма? Жылқыдан парлап мініп құлақ асқа, апарам алыстағы жырақ атқа, соңынан бала құсап қуалайсың, қоңырың қылаң беріп тұра қашса. Келеңдер Алтай, келеңдер жазда Алтайға келіскенен, ақ қанатары тазай періштемен, шашың алуан алуан гүлдер қадап, тоғайдан жеміс жидек теріп берем. Малынып тұнығынай жаңбырына, малынып тұрасың ау таң нұрына, сенбейсің дүниенің тарлығына, нанбайсың дүниенің тарлығына. Келеңдер жазда Алтайға келіскенен, ақ қанатары таза періштемен, шашың алуан алуан гүлдер қадап, тоғайдан жеміс жидек теріп берем. Келерсің Алтай жаққа жазда қарға, көніне аққу қаулап қаз құралған, айтасың аға жайды құстар керіп, тыңдайсың жанарыңнан мазда бар ма?
Айтамын ағашайдай құстар келіп, тыңдайсың жанарыңнан мазда барман. Бәрекелді. Türletiniz Kadirбек Ақсақал. Hoş geldiniz. Kesken yoksun, dördü kesken. Türletinizde neresiniz? Көпшілік, құрметті ауылдастар, ақсақалдар және ханымдар мен мырзалар қалай түгел аман есен осы басқарысуға келгендеріңізге өте қуаныштымыз барлығымыз. Телефонда хабарласып жүретін жеңгелеріміз, басқа танымайтын адамдармен де бет көрісіп қуанып қалдық енді. Біз енді өзім таныстырсам мына Астанада тұрамыз, негізі мекеніміз. Сайпын дегеніміздің баласының мына істер бірақ білек. Қазір Қызылордада жұмыс байланысымен соғықта жүрміз. Қазір өздеріңіз білесіздер, қазір ұрпақтар әр салада қызмет істеп жатыр. Соның біреуі біздің баламызға жол қарасын істеп, сол жол күйінше біз Қызылордаға барамыз. Сол Қызылордамен Жербазар ортасына жол салып жатырмыз. Сол Қызылордадан келді. Сырдарияның бойынан, сырдың бойынан сіздерге сәлем, сырдың қалпынан сәлем, сырдың қалағынан сәлем сіздерге. Кепір қатысына шақырмады? Ол шақырсамын сөйлеймін оны. Ол шақырмады? Шым көрмедіңіз, біз танымайды. Той olsun, toyumuz toygulasın, denlerimiz sağ olasın. Rahmet, oynap durup жақсы аман есен, ауылымызға қайтып алға нәсіп етсін. Rahmet көптірді. Адамзат елінде жұмыс жасауды өз бүкіл сауапты қайырлы істереген сондықтан Алла сізге береке берсін. Сол Қызылордаға қарай салған жол шығысқа қарай деп салып тастасаңыздар деп өтінішіміз бар деп. Нұрбек ағамыз ой дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, ауылдастар, ағайын туыс, осы жерде отырған ағалар, апалар, қарындастар, келіндер, бауырлар, жалпыларыңызға жағдай салам. Ассалаумағалейкум, халықтарыңызға қоштасыңыз аман, елдеріңіз сау болсын. Әрқашан осында жақсылық, қуаныштылығыңыз көп болсын. Алла тағала барлығымыз аман есен жүзіп ескісін. Біз келгенімізге мен бағана айтқаным 20 жыл 100 болыпты. Көргеніміз бар ішінде, көргеніміз бар. Түгел жүргеніміз жоқ, түгесіп қалғанымыз жоқ. Өмірде әрқайсымызда осы басымыз бүтін, ауылымыз бүтін, қазымыз жоқ деп жүргеніміз жоқ. Бәрімізде қайырлы жағдай, бәрі басымызда бар. Көргеніміз бар, көргеніміз бар. Барлықтарыңызға қайырлы қоңыр айтамыз. Өткен адамдардың Алла тағала жәннатқа топырағы торқа болсын. Қалған бала-шаға ұрпағы аман болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Көп туымыз бәрі жер бірі осы Қазақстанның әрбір саласында ұрпақтарымыз жаңағы сияқты чемпиондар қазаққа еңбегі сіңген қалаулы азаматтар бола берсін. Әрқашан осындай жақсылық қуанышты күндеріміз көп болсын. Барлықтарыңызға дұға сәлем. Енді мен өзім істеп жатқан мына бала арасында айналысып жатырмын. Алдарыңызға бір кесе бал құйғызып қойдым. Сіздер дәм татсын, көрсін, өзіміздің қолымыздан жасаған өзіміздің. Енді бал деген нәрсе өте қасиетті, таза нәрсе, ем болатын нәрсе. Жеп отырыңыздар, дәм татып отырыңыздар. Алам дегендеріңіз болса, бар, алыңыздар, дәмін татыңыздар. Барлықтарыңызға ем болсын, барлықтарыңызға туған сәлем. Астын келгендердің жолдарыңыз болсын. Алғанасы үйлеріңізге жетіп тұруға нәсіп қылсын, еңбегіңіз сол бастарыңыз аман болсын. Жолдасы жетті. Шынымен ағайын, Нұрбек ағамыздың балын жеген дарманда, жемеген дарманда. Өйткені көп омарташылар қантпен бал жияр, ал Нұрбек ағам тек қана гүлмен ғана бал жияды ғой. Ана бал алушылар кеп, қант бересізге арамызға десе, Нұрбек ағам айтады, қантты ауызға жегіге таппайырсын, араға дейді береді. Сол сияқты адал еңбекпенен өмір сүріп жатқан ауылдастың жаңалығын естігенде кейде марқайып қаламыз. Алла береке берсін. Тағы да сөз айтып бар ма? Келіңіз.
Assalamualaikum. Бүгінгі тойға жиналған жамағат той құтты болсын, ұзағынан болсын. Мынау енді біздің мынау жиналуымыз, атамыз қазақ етіп, елімізді ертемедік. Еліміз оған жетпей мынау жиналып, тойлап жатқан осы біздің аға бауырларымыздың еңбегінде бізді білемін. Ey dostlar, қуаныш ұзағынан болсын. Жігіттер мына жаңа кезігіп 20 жылдан бері біздерді арқадан командасы сақтап жүреміз. Болғанмен бәрі микрофон алып сөйлесетін бізде кішкене құрмет етсеңіздер бұл сөзге. Өйткені бәрімізде саналы жақсы азаматша азаматшылар. Біз енді бір-бірімізде көргеннен кейін сағыныспасыға сөйлеп жатырмыз. Барлықтарыңызға рахмет айтамын, енді сөзімді ұмытпады. Мына осындай бас қосу ұзағынан болсын. Жаңа айттым ғой мен, мына 20 жылда бас қосу елімізді жеңілдейді. Біздің осы азаматтардың арқасында, еңбектің арқасында біз мына 20 жылда жеңілдейіп отырмыз. Біз ары келгенде бір ауылда бір арба шөптейді әкелемей жүреміз, мынандай жетісудың төрінде айғайға бәрін саз бейді жиналатындай қайды. Мұны біздің қазіргі еңбегіміздің арқасында. Енді осы жиынға қатынасқан деп ұзақтан алдымыз 1000 шақырым мыңның үстінде. Сонда осы тілеп, барлық ағайынның тілеп қабыл болып, мол сауапқа кенеліп, бар күнәдан алып, Алланың рахметі, пайғамбардың шапағаттан бөліп, қайтадан мекеніне бар бала-шағадан аман қосылуға мен ақ тілегімді айтамын. Алла сау болыңдар. Тыңдағысы келсе енді ең бастысы халық қолдап тұрса болды ғой. Сол орайда сіздердің құрметтеріңізге мынау айтыстың бұлбұлы дүлдүлі болған Оларбек Минатханұлы ағамның сөзіне жазылған Фатих Ақынұлы ағамның әні ауылым әнін қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Ал, ән тыңдап отырыңыздар. Ауылдас ағайын, сіздердің құрметтеріңізге жазғанбыз бұл әнді. Берекелі ауылым, алтын бесігім, қонағын ашатын шалқы бесігін, аққу үні тербетіп дарқан далаңды, арулардың ән қылып салсын есімін. Ауылым ән жырым, сенде өткен әр күнім, алыста жүрсем де, жетсем деп сабылдым. Нұрындай таңымның, бөлшек оу жанымның, еңселім ертеңім, сіздерді сағындым. Қыран ұшқан көгіңде самал тербеген, жәннат өлке бар мекен саған тең келген. Берекесі жарасқан бірліктерімен, жолығуға асығар балаң сіздермен. Ауылым ән жырым, сенде өткен әр күнім, алыстау жүрсем де, жетсем деп сабылдым. Нұрындай таңымның, бөлшек оу жанымның, еңселім ертеңім, сіздерді сағындым. Қазыналы қарттарым,
асқар тауымдай, аналардың мейірімі атқан таңымдай, құтқа толы қойнауың сарқылмай тоғын, кең жайылған қазақтың дастар қанындай. Ауылым ән жырым сенде өткен әр күнім, алыста жүрсем де жетсем деп сабылдым. Нұрындай таңымның бөлшегі жанымның, ертеңі мен сенім сіздерді сағындым. Ертеңі мен сенім сіздерді сағындым. Бәрекелді. Айғағындай арымның, бөтен елдің болқасына бөксем де қазағымның қарананын сағындым. Жаннатында жүрсем дағы жат елдің, сәлем елге сағыныштан әкелдім. Тоғайлы орман торғын дала жантаным, топырағымдай ыстықсың сен әкемнің. Басы қалған жерге келіп бабамның, сартап жырын сарқайынша санамның. Алталаштың ардақтауы әлдейлеп, әлдейіндей сияқтанат анамның. Несібесі болса дағы көп мейлі, қандай пенде өз мекенін көксейді. Алты қанат ақ сарайы басқаның, қазақ елі отаныма жетпейді. Фатих ақынлы. Ел аман болсын. Ал тағыда. Анау келіп, мынау келіп, өзіміз айтқанда сөз қалмады, енді бәрін айтып кетті. Осы үстінде сөз қалғанды қойды. Жалпы бас қосудан сәтті мықты аяқтаса болды. Басқалай айтар жоқ. Еліміз сол басын заман әрқашан осындай бас қосуда бірге болып алар. Қаман нәсіп етсін. Қанбайтын емес, бір танитын. Көргеніміз бар, көрмегеніміз бар. Расында 20 жыл болды, 18 жыл болған екен біз келгенімізге. Сонда 18 жыл, сол жыл болған бала 18 жыл қосалып қойды. Бас қосып, өміріміз көріп, өзіміз арнан сәлем жатқан. Аллаға сансыз шүкір айтамыз, мақтауға айтамыз. Басқалай айтып жүрді. Екрасты оқығанда да тоғыр сөйлерім айтты екен. Әрқашан осындай сенің су басымдағы жол болалатарын әсіресі. Рахмет. Түрелік ауылдастар, ағайын туыс, өздерінің суыш топырағынан өткізін барлық ағайындарға сіздерге жалынды сәлем. Жетісуда. Бұл енді Жетісудың төрінде біреуіміз Астанадан, біреуіміз Шығыстан, біреуіміз Батыстан келіп, көршіміз бас қосып, арқажақта болып той өткізіп жатырмыз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау, осындай берекелі күндерден айырмасын Алла. Осы берекемізден айырмасын. Береке болса, аяғында күндік болады, осы берекемізден айырмасын. Біз енді айырден келген кезде өсеміз, өнеміз, деп келгеніміз. Бұлай үшке қазір енді. Үшкілі кетеміз, көбіміз екеуіміз үшеу болдық. Өскелін жатырмыз, осы ұрпағымыз, осы көргендер аман болсын. Осы ұрпақтың арқасында бәріміз бас қосып, арқа жарта болып, өткен кеткеніміз айтып, сөз жинасып жатырмыз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау, аман есен осындай жақсы күндерде той томалақта кезігетін болады. Амандық болсын жалпымызға. Енді біз енді осы жерге келіп бас қосқандарда 2 жыл болған, бірақ мәден болғасын алғы қойып ұсыныс жасаған. Оның сыртында мына Шығыстағы, Астанадағы ағайындар ара кетті. Осы жалпы жолдастарға рахмет.
бүгінгі мына жұмысты атқарып жатқан осы жердегі жігіттерге, қыздарға, келіншектерге барлығына рахмет. Орындарынан тік тұрып, осы аз шоқтан келіп жатқан қонақтарды жұмыс істеп жатқан қыз-жігіттерге рахмет. Неше күн болды достар, енді жұмыс істеп, бір өзі бір қарбалас кез, қай уақытта келді уақыт жанданып деген сияқты еді бір қарбалас кез бір өндіріспен шұғылданып жатқанымызда, малмен шұғылданып жатқанымызда, оқуға барып, жаңағы анасы айтып жатқан емтиханға барып кетті. Сол сияқты шаруаның арасында уақыт шығарып келіп жатқан қадамдарымыз Алланың болсын, келіп жатқан қадамдарымызға. Жақсы ниетпенен, жақсы тілекпенен, жақсы отырып қайтыңыздар. Енді той томақсыз болмайды дейді, енді оқып кемшіліктен болуы мүмкін. Сынақ келген жоқсыздар, сыдасамыз, білсеміз, бір-бірімізге танысамыз деп келдіңіздер. Сондықтан басқа айтар жоқ, амандық болсын, аман есен ауылдарыңызға, үйлеріңізге оралуды Алла нәсіп етсін. Жалпы сіздерден амандық тілейміз, аман есен болыңыздар, айда жүрсеңіздер. Амандық болсын, аман есен болыңыздар, рахмет. Рахмет, аман болыңыздар. Осы ақылшы болып, көп нәрсеге, көпті көргендігін көрсетіп жатқан осы ағаларымыздың ақыл бірлігінің арқасында қызмет етіп жатырмыз ғой, азаматтар. Ал қадірлі қауым, енді бүгінгі мынау басқосуымызға асырып аттырып жеткен ағайынды көрейін деп, мынау бала-шағалары арнайы жарысқа түсіп, білім жарысында, додалы жарыста қасында болып, ағартушылық салада өмір бақи айналысып, қарт ұстаз болса да халықтың қамына, ұрпақтың қамына атсалысып аттан түспеген қадірлі ағамыз Қыдырбек ұстаз келіп отыр. Қарт ұстаз ағарту жолындағы сіңірген еңбегінің өзі ұшан теңіз осындай қарт ұстаздарымыздың ұрпаққа қашанда берері көп. Сондықтан бір ауыз текстіден болсын, содан кейін түйінін жасайық. Ассалаумағалейкум рахметуллахи ва баракатух. Бұл жерге жиналған игі жақсылар, сіздер мен біздерге Алланың рахметімен, Алланың игілігімен сәлем болсын. Осы басып келген әрбір қадамдарыңызды Алла Тағала сауаптан жазсын. Қазақ еліміздің атамекен киелі жер алтын бесік осы қазақ елінде түкпір-түкпір аяр керекте болса ат жетпейтіндерден келіп мынандай бір жағдайдың жақсылығында бас қосып отырғанымыз, осы бас қосуға бізге осы мүмкіндікті жеткізген Аллаға мыңдар шүкірлік, Аллаға мыңдар шүкірлік, Аллаға мыңдар шүкірлік. Елдеріңізге саулық беріп, бастарыңызға амандық беріп, отбасыларыңызға, қарабастарыңызға, оны күшіңізді сау, оны күшіңізді аман, деніңізді сауылған екен, осындай мүмкіндікке ие болып жатқан, осындай мүмкіндікке ие болып жатқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, сансыз шүкірлік болсын. Енді мынау алыс-жұлықтан ағарып, осындай қымбаттылықты сезініп, бірімізді біріміз көруге, бірімізді бірімізбен амандасуға, бір-бірімізбен арқа-жарқа жүздесуге мүмкіндік жаратты Алла. Осы мүмкіндікті нәсіп қылсын. Көрмегендеріміз көрісіп жатырмыз, сәлемдеспегендеріміз сәлемдесіп жатырмыз. Бір-бір арасы мұтлық болған, танымай қалғандарымыз танысып жатырмыз. Аллаға мыңдар шүкір. Енді жел соқпаса, көптің басы қозғалмайды дейді. Бұны осындай іс-шараны өткізуге атқамінер азаматтарымыз атсалысып, бірден-бірден атамай-ақ қояйын, біліп отырсыздар. Және осы жерде үш бидің атын айтып кетті. Сол үш бидің қоластындағы біздің құда баладар бастаған тұрған азаматтарға көптен көп алғыс. Алла Тағала сендердің де дендеріңе саулық берсін. Дендеріңе саулық, бастарыңа амандық берсін. Дендерің сау болсын. Алла Тағала осы киелі жерімізде өсіп, өніп, өркендеп, ұрпағымыз көгеруді нәсіп қылсын.
мынау деген бір жақсы жағдай болды. Мынау осы жерде бүгін арқа жарқа басты қосып улап жулап біреуміз сөзді тыңдайық, біреуміз өзбек есімізбен отырып кетіп қалу емес. Мынаның артында бір бәресере бір қиыншылық болғанда артында бір жеңілдік болады дейді. Ол бір жақсылық болса артында бір Алла Тағаладан ол сынақ келмей-ақ қойсын. Егер келіп жатса, осы көрген, осы таныс болған, дәмдес болған, тұздас болған осы жердегі барша халық бір-бірімізді сұрастырып, бір-бірімізді қалайдан қалай екен, денсаулығы, отбасы деген секілді нәрселерде осы бір-бірімізге құлақ тұрып көз тіге жүрейік ағайындар. Мына енді осы жерде Бәкен ағам отырған, ол кісіден күйеугенін көрмекші, ол кісіден басқа үлкен ешкім жоқ. Сол кісіден кейінгі, сол кісінің қарындасының алған осы. Әне жерде құдам отыр екен үлкен, әне жерде бір екен. Ол кісіден үлкен де баратын емес, ана кісі отыр. Содан кейін ана Қисан отыр екен, Қисан өте үлкен адам енді. Сонда қартаймаңыз, Қисан досым. Қасқай қосағыңызбен қосаған жүре беруді Алла нәсіп қылсын. Енді ауызға мандырған жақсы сөзде түспей жатыр. Жаңа мына балалар қалжыңдап жатыр, соңғы түйенің жүк ауыр дейді, жүк ауыр болып тұрған жоқ. Әртең бір шаруамен шығып қалғанбыз, сіздерге жайрақ келгеннен кейін адам қысылып қалады екен, қысылып қалады екен. Мына тойды мен менсінбей, сіздерге уағында келмейін деген жоқ, ойлаған ойды қыстаған тұрмыста билеген жоқ. Екі ортада бір кішкене баламның немерем жайға бір кішкене шаруасымен айланып, оған мен өзім қасында болмаса болмайды екен. Соның қасында болып жаңа шықтық та бізден үшімен келдік. Жай келді біздің жұмысымызға бұл кісі неге менсінбеген мысай білдірді демеңіздер. Ендегі болған азын-аулақ соны кешіріп беру кемшілігі. Кешіріп қойыңыздар, сіздерден көпшіліктен кешірім сұраймын. Еліңіздер амандық берсін, осы береке бірліктен осындай бас қосу, көңілді бас қосудан Құдай Тағала айырмасын. Барлығымызға айтарым, көңілді бас қосу мынау деген ол табылмайтын бас қосу. Сондықтан аман сау болыңыздар. Енді бір көрген таныс, екі көрген біліс мені кейбір танымай отырған жастарда бар, рас. Дүреден жүргенде де мені дүрен ең аяғында Қарамағаймен шекаралас дүреден арасы 18 шақырым жерде жаттым да, содан пенсияға шыққаннан кейін осындай келген жайым бар. 3 жыл қайта барып, 3,5 жыл келе алмай қалған жайым бар. Оны сіздерден көріп тұрғам жоқ. Сонымен тани алмай жатқан жастарға айтып тұрған жайым бар. Мына бала, мен енді атын айтсам айта беремін, маған құдан ақ туған құда болып беремін. Мына сұрай берсе қарынан бөле шығады сузан. Бір қанша азаматтарға көптен көп алып сен. Соны жай келді деп ренжімен аманса осы амандықта жүздесін. Осындай бас қосуға Алла нәсіп қылсын баршаларыңызға. Көптен көп рахмет. Артқа осы айтып берсем кешіріп қойыңыздаршы. Құдай енді біз кешіреміз ғой, үш бейгесі жүріп кешірсе одай бастысы. Рахмет. Осыңыздан дабыраса ай емес, неше айға созылып, апталап, күндеп, түндеп жырланып жатқан шындық. Сол жырланып жатқан апталап, айлап басқосудың кезі келген кезде көңілдегі жырды, көңілдегі қуанышты бөлісетін сәтте де дайындалған ағайынның қатары көп. Солардың бірі қалам сербеп, жүректен көп ойды тербеп келіп отырған Сардан ағамыздың біраз жүрек жарды ауылдасқа деген, ағайынға деген бір жырдан қазақтың құнды, қанатты сөздерінен шашу бар екен. Соның кезек берейік, содан кейін бар басқа ерек. Құрметті Түрелік ауылдастар, сәлеметсіздер ме? Сіздердің алыс жұрттан келген ұлттық қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгін осы жерде бас қосқаныңызға өте қуаныштымын. Сіздерді көріп, көңілімізді, көзімізді тойып, бір марқайып отырмыз. Осы орайда мен сіздердің барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, жанұяларыңызға бақыт тілеймін. Осы текелінде біздің ең алдымен келген бір ауылынан Қайролла деген атамыз келген. Нұрбек айта алмай тұр ғой енді атасының атын. Қайролла Білжайұлы біздің атамыз болады, осы текелінде жатыр. Ол кісінің жәрі жәннатта болсын, бүгін бір аунаған шығар. Мен осы орайда барлық осы қыз жігіттерге, аға інілерге көп-көп рахмет айтамын.
бізді осы жерге орналастырып, ыстыққа күйіп, суыққа тоңып дегендей отпен ойнап, қазанмен қайнап, басымызды қосып отырған барлық қызметтеріңізге көп рахмет айтамын. Енді мен енді ақын емеспін, десе де біздің кезімізде Әбілез Мұңсұлу деген бір ақын ұстазымыз болды. Шәріпқан деген бір әдебиетші ақын ұстазымыз болды. Сол істер мына өлең жазып, мына газет журналдарға жөтіп тұрады екен. Біз әлгісінен өлеңдерін оқып, газет бетіне қайтып жапсырылып қалды мынау деп таң-тамаша боламыз. Содан еліктеп, әлгістерден сұрасақ айтады, ой, оны ана жазып редакция деген болады. Редакцияға ана жазасыңдар да ана бір ұшын бүктеп, алып тастап, соған жолдасаңдар, сендердің өлеңдерің шығады. Дегеннен кейін біздің қайсы ол. Білмесек те өлең жаза алмасақ та шимайлап өлең жазатынбыз. Содан бір ақын бір өлең жазыпты. Адам өзін басқарады, баспенен ақын келемес пе бас деген. Ақын бастан тумас егер жақсы өлең жару керек, ондай бас таспенен депті. Содан кейін сол бояу қалай болып қалды. Бір күні өстіп жүргенде бір басымызды жарып тастай ма деп өлең жазғанды тоқтатып қойғанбыз. Содан сол және бір ақынның және бір өлең бар екен. Көп құртылдың керегіне пылшылдап, өңделіңді төске салып ұрчыңдап, дәм татымсыз ұзын сонар қисадан татым өлең, мың есе артық бір шумақ дейді. Содан кейін сол біз ол бір шумақ өлеңменен ойымызды жеткізе алмаймыз. Содан чимайлап бір 5 шумақ өлең жазып. Сол 5 шумақ өлеңді оқып. Bir Allah süyönüşü tirekleri, tüpüldük birge sokkan жүректері. Assalamualaikum barmısınlar, дүрегін түлеп ұшқан түлектері. Әсеттей болмасам да арындаған, жүрегім бар кеудемде жалындаған. Дүрелік ауылдастар, туысқандар, келдің бе, жет суға бәріндаған. Өрчіңін өр алтайдың ұнаты бек, тауынан талай көшкен құлаты бек. Кеп жеткен алыссынбай әр жалғайдан, ауылдастар жалпыңа рақмет. Зымырап өтіп жатыр мына заман, өткен өмір көрген түс бәрі жалған. Ауылдастар дүрелік жерлестерім, болыңдар қайда жүрсің есен аман. Жер жанаты жетісу жерің осы, көкорай көк шалғынды белің осы. Келіп кетіп жүріңдер, келіп кетіп, бұл жерде жасап жатқан жерің осы. Келіп кетіп жүріңдер, келіп кетіп, сіздерге ай қарашық елің осы. Көп бәрекелді, әй шыққай. Атанған атақты Нұрболат Тоқтарханұлы ұстазымыз деп талай өлең сөздің қаймағын қалқып, майын халыққа сыйлап, сондай бізді өнерге қанаттандырып, талаптандырып еді. Міне сол асыл ағалардың жолын қуған ағаларымызға мың рахмет етеміз. Бір кісі сәлем айтып, сол кісінің сәлемін ұмытып кеттім, кешіріңіздер. Сол кісінің сәлемін жеткізіп қояйын деп отырмын сіздерге. Астана қаласында жатқан Көкшетауда Самалхан деген ағамыз әне күні маған осы бас қосуға келем деп 2 адамның ақшасын беріп еді. Содан ол кісі менің денсаулық жағдайым бар, жүрегіме 2 жерден тіреу қойғызғам, апарат қойғыздым, бүйрегімде біраз неге бар, сырқатым бар. Сонда Алла бұйырса, дәм татса барып қайтармын. Егер бара алмай қалсам, ағайынға туыстарға сәлем айтып қойыңыз деп, маған 3 қайтара сәлем деп тапсырып еді. Соны сіздерге жеткізіп қояйын. Осы туыстарға, ағайындарға деп өз көңіл күйін айтып еді. Соны айтып қойын сіздерге. Рахмет сіздерге. Ақша жүгін сыйлап, ағайын туған ел аман болсын деп аманатын жеткізіп жатқан Қаділбек биге бір қол соғып қойыңыздаршы. Ал, үзіліс жасайық. Үзіліс 1 сағат. 1,5 сағат. 1,5 сағат уақытта енді мына текелінің 2 жақ бетіне шығып суретке түссек деген сондай өтініштер болып жатыр екен. Сол 1,5 сағаттан кейін қайтадан осы арада табыламыз. Үлкен астың да уақыты сол уақытқа тура келеді. Оңын десін бізге бата бересіз сіздерге, жастарын кетсін жүзге, жерден кетсін құра жүзге, малмен басты, иманмен басты, атар бермейттер, таңырымен күрер жүзге. Бақ дәулет малмен бастары олжасын. 4 құладарын тең басын,
болашақтарың нұрлы, өмірлерің мәнді, бұдан кейінгі бас қосуға Аллаға нәсіп етсін. пейілі қандай ауылдың дарқан тамаша, ән күйдің жыры атады таңмен таласа. Қоспал әннің естілсін құстар үнімен, шомылып көлге шағалақ құтаранса. Бидайдың дәні ақ сүттің дәмі, көктің үнді ертістің мұңы, сырнайдың сыры, ақынның жыры, бәрі де бәрі ауылдың сырлы әні. Қойлары қоздап, қиқулап жылқы қырдасқан, бозінген боздап кермеге жүйрік таң асқан. Қобыздың үні домбыраның сарыны, құрғиға салсам алты қырдан адасқан. Бидайдың дәні ақ сүттің дәмі, көктің үнді ертістің мұңы, сырнайдың сыры, ақынның жыры, бәрі де бәрі ауылдың сырлы әні. Көкбөрі жортқан абай төс алқап далаңмын, боза бір жонда боздатпен шапқан балаңмын. Ақ боз иеші жаяудың керім кешінде, ауылдың әнін сырнайлата саламын. Бидайдың дәні ақ сүттің дәмі, көктің үнді ертістің мұңы, сырнайдың сыры, ақынның жыры, бәрі де бәрі ауылдың сырлы әні. Бәрі де бәрі ауылдың сырлы әні. Бірге айтайық сонда. Тіршілікке таусылмас жұмыстар, жұмыстармен боламыз ырысқабай. Бәйтеректе тамырын терең тартқан, бір бұтақпыз бәріміз туыстар. Қиялым қиялдайсың, туысты қиялмайсың, қоштасып аттанардай, көз жасты тия алмайсың. Қуатындай қуанам шығысқандай, сағындырып келетін жұлдыздар. Қуаныш пен қайғыда бір болатын, уайымсыз өтсе екен туыстар. Қиялым қиялдайсың, туысты қиялмайсың, қоштасып аттанардай, көз жасы тия алмайсың.
болсын жанашыр туысқандай. Қимай барам шарасыз, қимай барам, қош аман бол көргенше туыстарым. Қиялын қиялдайсың, туысты қия алмайсың, қоштасып аттанардай көз жасты тия алмайсың. Қоштасып аттанардай көз жасты тия